Қалдарыңыз қалай, қазақ елі, амансыздар ма? Қонаевта болған жағдайды білесіздер. 30 июль күні мені алып кетіп, ұрып, соғып, екі қыз, бір ұл, сондай жағдай болған. Ол туралы заявление жазған Қонаев қаласының департамент полицейіне. Бірақ қазірге дейін, бүгін 26 число, уже ешқандай действие жоқ, ешқандай жұмыс жасалып жатқан жоқ. Мен ешқандай результат көріп жатқан жоқпын. Бұл жерде тек қана 389 баптың 3-ші тармағымен ғана іс қозғалды. Яғни самоуправство негізі 125 баппен іс қозғалу керек еді. Ол деген похищение, яғни адамды өзінің еркінсіз алып кету фактісі бойынша, ұрлау фактісі бойынша. Сосын тағы да 293 бап хулиганствомен, және де 106 немесе 107 нанесение телесных повреждений дейді. Яғни ұрып соғу фактілері бойынша бұл жерде іс қозғалу керек болатын. Но бұлардың бәрі ауыр болғандықтан ба білмедім, түсінбедім, неге тек қана 389-ның 3-ші бабымен ғана іс қозғалғанымен қоймай, осы уақытқа дейін ешқандай результат көрген жоқпын. Менде тергеуші Әділ деген жас жігіт, яғни званиясын білмеймін қандай екенін, даже WhatsApp-тан жазып жібердім, не болып жатыр, іс қаралып жатыр ма, қандай результат, ешқандай менде жауап жоқ, жауап келген жоқ. Мен өтініш арқылы прокуратураға да жаздым, что осы дела жабулы қалып қалмасын, іс аяғына дейін барсын деп. Әлі маған ответ келген жоқ. Яғни ответ келу керек болатын. Любой істе бір айда егер іс қозғалмаса, дела жабылып кетеді. Тем более бұл Қазақстан. Өтінемін, менің осы бейне жазбамды таратуларыңызды сұраймын. Мен резонанс жасамасам, біздің Қазақстанда сол баяғы заң бәріне ортақ емес. Менің түсінгенім бойынша. Заң бәріне ортақ емес. Бұл менің видеомның бірінші часті, екінші часті бұл не үшін болғаны туралы қазір айтып беремін. Өйткені на видеоға барлығы симайды. Симағаннан кейін бұл жерде қандай іс болғаны, не үшін қозғалмай жатқаны ғана маған маңызды. Резонанс жасап жіберейін. Яғни Қонаев қаласы департамент полиция неге іс қозғалмай жатыр, неге тыныш, неге тергеуші маған ешқандай жауап бермейді? Бір айда анық болған тірлікті ашық уже жазасын алатын уақыты келді, сотқа кететін уақыты келді уже. Неге тыныш?